Аңдатпада айтқанымыз құмының құны құймалтынан қымбат, қазақ елі құлағын тосқан ақпарат екені анық. Кредиттің кесірі тиген қарашаның қарызы қашан, қалай өтеледі деген сауал сәрсенбіден бері ағайынның аузынан түскен жоқ. Билік бұқараның несібесін төлейміз деді. Десе де қаржы туралы тілдің тиегін ағытып, қолынан келгенше қағытып сөйлегендер де болды. Мұндайда қазақ біткен іске сыншы көп дейді. Ұлым саған айтамын деген моноспектакльде мынадай сөздер бар. Орта ғасырлық гректер атқа отырып қылышта салмайтын және қарызы бар адамның басын шабу керек деп заң шығарған екен. Атқа отырып қылышта салмайтыны белгілі, ал қарызы бар адамның не кінәсі бар деген кезде қарызы бар адам алдымен жағдай айтады, сосын сылтау айтады, кейін өтірік айтады. Ал өтірік айтқан адам отанын сатады деген. Қатал, бірақ бұрын тәртіп солай болған. Бүгін біздің билік бұқараны кредиттің кесірінен құтқарып құзға құлатпай, қолтықтан демемек ниетте. Кімнің несиесі төленеді, кім қарыздың қамытынан құтылады, анығын айтайық. Біз тікелей эфирдеміз. Нұр-Сұлтан қаласындағы уақыт 19 сағат 2 минут 25 секунд. Көшуден бұрын керуен басыңды сайла, қарыз алудан бұрын береріңді ойла дегенді қазақ айтқан. Несие алғанда ағайын бермеймін, енді қайтып банкке келмеймін демейді. Қажеттілік болғасын қарыз алады, тәуекелге барады. Қайтаруға келгенде кейде қиналып қалады. Қазір қаптап кеткен кепілсіз несиелер бар ғой. Тұрмыстық техника сатады, аз кем ақшаны өсіммен дереу бере қояды болмаса. Қарапайым қараша қиналғанда соларға жүгінеді. Артылатын жүгін ойлап үлгермейді, өйткені қаржыдан қысылып қиналғанда пайызды есептеп паңданып жүрмейді жұрт. Әлемдегі алғашқы долларлық миллиардер Джон Дэвисон Рокфеллер әзіл айтумен қарыз алу кенет болу керек депті. Кенеттің кесірі міне 2019 жылдың басында берілген ақпарат. Қазақстандықтардың қаржы орталықтарының алдындағы қарызы 6 триллион теңге делінген. Бұл сапта алғанын беруге қауқары бар ағайын көп әрине. Өкініштісі, тізімде тігерге тұяқ жоқ жұртта жетерлік. Сәрсенбіде сөз алған президент Қасым-Жомарт Тоқаев несиемді төлеуге көмектессеңіз деп өтініш жасайтын ағайынның аз емесін айтты. Мінберде тұрып, мұқым елдің алдында үлкен міндет алды президент. Әлеуметтік әлжуаз топтардың, көп балалы отбасылар, асыраушысынан айырылған отбасылар, мүгедек баланы бағып отырған жандар мен кәмелет жасына толмай, ата-анасынан айырылған отандастардың несиесін мемлекет өтейтінін, кейбірінің төлем қабілетін қалыпқа келтіру үшін кредиттердің пайыздары мен үстемақыларын алып тастайтынын жеткізді. Қасқыр қарызын терісімен төлейді деген бар. Қарызды күліп беріп, жұртты жылатып қайтарып алатын қаржы ұйымдарынан ағайынды осылай арашалап қалмақ біздің бүгінгі билік. Осы тұста ақын Еркебұлан Қайназаровтың айтыста айтқаны ойыма оралып тұр. Оян қазақ деуші еді, Міржақыптың ұраны. Атамыздың айтқаны санамызда тұр әлі. Жалақысын ала алмай, кредитін жаба алмай, оянбақ түгіл бұл қазақ ұйықтай алмай жүр әлі. Президенттің шешімнен соң енді кімдер тыныш ұйықтай алады? Қарыздың қамытынан құтылу үшін қайда барып, қашан, қандай құжат өткізу керек? Назым Қайрат айтады, көріңіздер. Ко мне поступают многочисленные обращения граждан помочь с выплатой потребительских беззалоговых кредитов. Маған ел тұрғындары тарапынан кепілсіз тұтынушы несиесін төлеп беру турасында көптеген өтініштер келіп түсті. Мемлекет басшысы ретінде бұған бей-жай қарай алмадым. Сондықтан үкіметке тұрмысы төмен азаматтардың несиесін өтеп беруге байланысты бір реттік акцияны өткізуді тапсырамын. Мемлекет басшысының осыдан 3 күн бұрын жасаған мәлімдемесі ел құлағын елең еткізді. Несібесін ортайтып қалтасын қағып жүрген қандастарымыз жаңа жарлықты естігенде қуаныштарын жасыра алмады. Өте қуаныштымын. Менің де жаңағы мүгедек балам бар. Осыған байланысты біздің осы нелерімізді кешіп жіберсе, өте қуаныштымын. Өте дұрыс деп ойлаймын. Жауап берсе рахмет айтамыз. Қуаныштымыз, конечно. Енді онымен қолдаймын. Қаулыны қолдайтын тұрғын көп, алайда жарлықтың жүзеге асу жолын жете түсмей жатқан азаматтардың қатары да аз емес. Олай болса, көгілдір жәшікке жақынырақ отырыңыз. Жарлықты жеңіл тілмен түсіндіріп көрейік. Мемлекет тарапынан берілетін мұндай мүмкіндікті көп балалы отбасылар, мүгедек баласы бар жанұялар, асыраушысынан айырылғандар, атаулы әлеуметтік көмек алатындар мен жетім балалар пайдалана алады. Мұның ішінде де барлығы емес, тек табыс мөлшері төмен тұрғындар ғана басты назарға алынады. Ал мұндай санатқа жататын азаматтардың саны 500 мыңнан асып жығылады. Тікелей және атаулы қаржылай көмек ретінде жоғарыда аталған санаттағы азаматтар үшін мемлекет
екінші деңгейлі банктер мен шағын қаржы ұйымдарынан алынған жалпы мөлшері 300 мың теңгеге дейін негізгі несиені және оған есептелген сыйақыны өтейді мемлекет. Бұдан бөлек, олардың биылғы 1 маусымға дейінгі қарыздарының жалпы көлемі 3 миллион теңгеден аспауы тиіс. Ескеретін жайт, мемлекеттік көмек тек кепілсіз несие алған азаматтарға ғана беріледі. 2019 жылдың 1 шілдесіндегі мәлімет бойынша банктерде және шағын қаржы ұйымдарында кепілсіз тұтыну қарыздары бар барлық азаматтар үшін есептелген айыппұлдар мен төлемақы өсімдері есептен шығарылады. Демек, жоғарыда аталған топтардың несиесін өтеу үшін мемлекет қазынадан ақша бөледі. Бұдан бөлек, тағы 4 миллионнан астам тұрғынның несиесіндегі үстемақылар алынып тасталмақ. Яғни несие алушының кепілсіз қарыздарының мерзімі 90 күннен асып кетсе, оның барлық айыппұлдары мен комиссиялары жойылып, несие алған адам тек негізгі қарызын ғана төлейді. Дәп қазіргі кезде біз әлеуметтік мемлекеттің белгілі бір сатысына көшу арқылы, халықтың сенімін тарту арқылы, халықты ішкі саясатқа, идеологиялық мәселеге жұмылдырамыздағы мемлекеттің нақты тік тұруына әсер етеміз және халықты тартамыз. Сәйкесінше, сыртқы саясатты күшейту үшін билік ең алдымен ел азаматтарының әлеуметтік әл-ауқатын арттыруды негізге алып отыр. Бұл саясаттанушылардың пікірінше, ішкі саясаттағы тұрақтылықты қамтамасыз етуде тиімді тетік саналады. Бірақ 5 миллионға жуық адамның берешегін мемлекет қалай төлейді? Қазынадағы қаржы жеткілікті ме? Біздің Қазақстанның мүмкіндігі көп. Бізде 120 миллиард долларлық жаңағы ұлттық қорда, зейнетақы қорында ақшаларымыз бар. Ұлттық қордан бюджеттің жаңағы негізгі инвестициялық қорларын жабу үшін біз 3 триллионға жақын ақша аламыз ғой. Соны енді сәл көбейтіруі мүмкін 300 миллиард теңгеге. Бұл жаңағы кредит несиелерді жабуға өте көп жетеді. Ол жабу мәселесі проблема емес. Иә, несиені жабуды жаптырту да қиын емес. Мысалы, егер сіздің несиелік жағдайыңыз талапқа сай келсе, қарызыңыз мемлекет есебінен төлену үшін сізге банкке барудың қажеті жоқ. Құжат жинап бас қатырмайсыз. Мұнымен құзырлы органдар мен қаржы мекемелері айналысады. После получения информации. Біз тұрмыс жағдай төмен азаматтардың тізімін еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінен аламыз. Содан кейін ұлттық банк мемлекеттік бюромен, банктермен бірігіп жұмыс істейміз. Тұрғындардың несиесінің дұрыс жабылуын қадағалаймыз. Ол оның несиелік анықтамасында, несие бюросында анық көрініп тұратын болады. Ресми мәліметке сәйкес әлеуметтік акция шілде айынан бастап күшіне енеді. Тиісінше ел тұрғындарының қарызы да осы айдан бастап қайтарылады. Енді бұл жарлықтың әлеуметтік жағы қандай деген сұраққа келеді болса, әлеуметтік жағы қиын жағдайда қалған біздің азаматтардың мына банкінің алдындағы борышкерлігін, микрокредиттік мекемелердің аса борышкерлігін жояды. Үкіметтің ұсынып отырған мұндай мүмкіндігі тек бір реттік екенін ескеру қажет. Мұндағы мақсат халықтың хал ахуалын жақсарту арқылы мемлекеттің әлеуетін арттыру. Қазақтың бір керемет сөзі бар: адам көрпесіне қарай көсілу керек дейді. Сондықтан да біз банкіден, болмаса бір мекемеден несие алатын кезде әрбір отбасы, әрбір азамат ойлану керек. Бұл қалай болады? Оны ертең мен қайтара аламын ба, қайтара алмаймын ба? Несие қажетті кезде қалтаны толтыруға мүмкіндік беретін тетік. Десе де, қарызға қаражат алмас бұрын алдымен оны қайтару жолын ойлаған жөн. Назым Қайрат, Еркінжан Керімжан, мәселе.